Мөлдірге Айсұлтан мен Тимур тәттілер мен гүл жіберді. Мисс Мөлдір қызымызға 2 күннен бері тоқтаусыз гүлдер мен тәттілер келіп жатыр. Мөлдірдің үйіне күнде гүлдер мен тәттілер конвертке салынған жүрек жарды лебіздері бар әдемі хаттар келеді. Сыйлықта сіздің ханзадаңыз деп жазылған. Мені күтіңіз, міндетті түрде келемін дейді. Мөлдір бұл сыйлықтарды күнде алады. Желі қолданушылары бұл сыйлықтар Айсұлтаннан келгенін жазып жатыр. Бірақ бұл сыйлықтарды Айсұлтан шынымен жіберді ме, әлде басқа біреу ме? Айсұлтан әдетте Мөлдірдің үйіне сыйлық жібермейтін. Осылайық тарихында тек Тимур ғана мұндай әдет құрыпты, яғни мұндайды жасаған болатын. Өткен маусымда Тимур Мөлдірдің үйіне бірнеше рет гүл жіберген. Оның үлкен кран мен гүл шоқтарын сыйлағанын да ешкім ұмытқан жоқ. Күтпеген оқиға орын алды. Бүгінде Мөлдірге бұрынғыдан да үлкен гүл шоқтары келді. Бұл сыйлықты Мөлдір қызымыз Instagram парақшасында тағы да жариялады. Желі қолданушылары бұл гүлдің иесі сөзсіз Тимур екеніне күмәнданбады. Себебі мұндай түсті және түрдегі гүлдерді тек Тимур ғана берген болатын. Тимурдың анасы Клара тәтеде Мөлдірді қолдап Instagram желісіндегі жазбаларына лүпіл басты. Желі қолданушылары Клара тәтенің бұл әрекетін түсінбеді. Оған себеп Тимур мен Мөлдірдің ара қатынасынан нүкте қойылған еді. Бірақ Клара тәтенің белсенділігі мен Мөлдірге деген көзқарасы өзгерген жоқ. Мүмкін бұл гүлдердің иесі шынымен Тимурға, оның анасы Клараға тиесілі шығар. Желі қолданушылары жарыса жазды. Тиманың Мөлдірге деген махаббаты шынайы. Тимур өте ақкөңіл бала. Керемет сөз жоқ. Екеуі бақытты жанұя болары анық. Бақытты болыңдар. Айсұлтанды шіли жерге ұра бермеңіздер. Ол да жап-жақсы жігіт. Мөлдір айтпақшы 5-6 жас кіші қыз керек шығар. Негізі Айсұлтан барынша өз шынайы мінезін жасыруға тырысты. Жаралы жүрек екенін мойындағысы келмей, ешкімге көрсеткісі келмей отырды. Жан-жақтағы адамдарға атылып отқанда сол деп түсіндім, деп жазды көрермендер. Мөлдірдің таңдауы кім болмақ? Ол жағы әзірге белгісіз.